Ағылшын тілінде сөздер үйрену 13-ші сабақ. Осы сабақта біз асханаға байланысты жаңа сөздермен танысамыз. Сонымен бастадық. Бірінші сөз cooker. Cooker. Жалпы бұл сөздің аудармасына қарайтын болсақ, cook деген пісіру дегенді білдіреді, ал cooker деген пісіргіш деп аударсақ болады. Cooker деп мынандай плитаны, яғни ас пісіретін пешті айтады, немесе мынандай ыдыс түрін айтады, яғни тез пісіретін осындай ыдыс түрін cooker деп те айтады. Келесі сөз плитаны, ас пісіргіш пешті тағы да stove деп айтады, немесе міне мынандай плита түрінде stove деп айтады. Келесі сөз oven деген сөздің аудармасы духовка. Келесі сөз fridge тоңазытқыш. Freezer сөздің аудармасы мұздатқыш. Dishwasher ыдыс жуғыш машина. Dish деген ыдыс, аяқ дегенді білдірсе, dishwash деген ыдысты жуу. Dishwasher деген ыдыс жуғыш машина деп аударамыз. Келесі сөз kettle шайнек, немесе шәугім деп аударсақ болады. Яғни мынандай шайнекке немесе электрлік шайнекке де осы сөз қолданылады. Электрлік шайнекті кейде electric kettle деп айтады. Келесі сөз hand mixer қол миксері. Миксер деген сөздің аудармасына қарайтын болсақ, mix деген араластыру деп аударылатын етістік, ал миксер деген кезде ол араластырғыш деген мағынаны береді. Hand деген қол миксері. Келесі сөз blender. Blender бұл сөз бізге қазақ тіліне кірме сөз, яғни бізде мынандай электрлік құрылғыны blender деп айтамыз, ал ағылшын тілінде blend деген майдалау деген мағынаны беретін етістік болып табылады. Ал blender деген сөз міне мынандай майдалағыш құрылғыны айтады. Келесі cutlery асхана аспаптарын бәрін міне осы сөзбен айтады. Spoon қасық. Teaspoon шай қасық, яғни tea деген шай дегенді білдіреді, шай қасық. Fork шанышқы. Knife пышақ. Жалпы ағылшын тілінде K және N әріптерін бірге келгенде K әріпін оқымаймыз, тек N әріпін ғана оқимыз. Сондықтан да knife деп оқимыз. Келесі сөз cupboard бұл шкаф. Жалпы асханадағы осындай шкафтардың барлығын cupboard деп айтады. Келесі сөз dishes бүкіл ыдыс аяқты ағылшын тілінде dishes деп айтады. Plate тарелке. Bowl кесе, яғни мынандай тамақ салатын кеселерді айтады, және тамақ араластыратын, нан илейтін, қамыр илейтін мынандай үлкен табақтарды да bowl деп айтады. Келесі teapot міне мынандай шайнек түрін teapot, яғни шайнек, шай құятын ыдыс дегенді білдіретін сөз. Келесі cup бұл сөздің аудармасын шынаяқ, немесе кесе, немесе пиала деп айтсақ болады, яғни шай ішетін ыдыс. Келесі мынандай кружка, яғни сапты аяқты ағылшын тілінде mug деп айтады. Glass стакан, немесе қазақша айтсақ стакан. Pot бұл кастрюля, қазақша кастрюль деп те аударылады. Осындай тамақ пісіретін ыдысты, қазанды pot деп айтады. Pan таба, яғни сковородка. Келесі сөз baking pan
baking pan. Жалпы bake деген сөздің аудармасы духовканың ішінде пісіру дегенді білдіреді, ал духовканың ішінде пісіруге пайдаланатын мынандай ыдыстарды, яғни противенді, табаларды baking pan деп айтады. Келесі сөз tray, поднос. Cutting board, тақтай дегенді білдіреді. Келесі сөз rolling pin, оқтау. Ал мынандай венчикті ағылшын тілінде whisk деп айтады. Келесі сөз grater, терка десек болады аудармасын, немесе қазақша үккіш деп айтсақ болады. Сонымен біз осы сабақта асханаға байланысты 30 жаңа сөзбен таныстық, аудармасымен таныстық және қалай оқылатынын білдік.